Сәлем баршаға. Бүгін біз мелодия тігетін боламыз. Ең алдымен бізге осындай бір штук маңдайы және беті осылай, сосын осындай артқы бас дейміз ғой, содан 2 штук керек болады. Және құлақтары. Ең алдымен біз осыны тігіп аламыз. Мінекей біз құлақты тігіп алдық. Енді оңын аударып, шетке қоя тұрамыз. Сосын біз бетін және маңдайын тігіп аламыз. Осылай айналдырып тігіп аламыз. Қазір мен тігілген дайын түрін көрсетем. Мінекей енді бізде артқы бас. Мына жерде 2 выточканы тігіп аламыз. Және осы жерден примерно 3 см, 4 см осылай тігіп закрепка беріп, және мына жерден де осындай 5 см, 4 см тігіп закрепка береміз. Мына жері кішкене ашық қалады. Бұл жерден синтепок салатын боламыз. Мінекей айналдырып тігіп алдық. Енді оңына аударамыз. Мінекей. Бізде бас бөлігі дайын. Бізде келесі кезекте дене бөліктері. Қолы 2 штук. Сосын аяғы 2 штук, табаны 2 штук, және дененің төмен бөлігі 1 штук. Сосын етек. Етектің ұзындығы менде 12-15 см аралығында, ал ұзындығын өздеріңіздің қалауыңызша аласыздар. Және бізде дененің үстіңгі бөлігі, яғни көйлек. Осыны осылай қойып, бұлай қойған кезде мына жақта қаншалықты көлем қалдырғыларыңыз келеді. Яғни бұлай мынаны зворкамен бүйтіп жинасаңыздар болады, немесе выточкамен жинасаңыздар болады. Сол кездергі көйлектің кең болып тұрғандарын қаласаңыздар, осы жағын үлкейтіп ала бересіздер. Ал менде мына жерде 70 см. Міне бізде дененің үстіңгі бөлігі, осыған етек бөлікті қазір қондырамыз. Мінекей, осыны осылай мен зворкамен келтіргім келіп тұр. Осы жерден 2 былай түзу тігіс жүргіземіз. Және бұл жерге 5-тік немесе 4-тік тігіспен осылай 2 зворка тігіс жүргізіп аламыз. Қазір мен жүргізіп алайын. Мінекей 2 тігіс жүргізіп алдық. Енді үстіңгі тігісті шығарып аламыз. Үстіңгі 2 тігісті тартып, осылай жинап аламыз. Мінекей тігіп алдық. Енді осы жерден бірден етегін қайырып тігіп кетсеңіздер болады, немесе етекке жылтыр тесмаларды қойып кетсеңіз болады. Мен қайырып тігем. Одан алдын біз осы жерді тігіп аламыз, артқы бөлшекті. Мінекей
артын және етегін бүгіп қайырып тігіп алдым. Енді біз қолын орнататын боламыз. Мына бізде қол. Осы қолды былай айналдырып тігіп алатын боламыз. Екі қолды осылай шетін айналдырып тігіп аламыз. Міне біздің қол. Және бізде осындай. Осына бүйтіп қолды аламыз. Мына екі ашықтықты міне осы жерден бастап қоямыз. Осылай қойып, головкаға да аламыз. Осына қалған жақтарын былай айналдырып тігеміз. Осылай айналдырып мына бұрышқа дейін келтіріп тігіп аламыз. Мінекей айналдырып тігіп шықтық. Мына веточка екеуінің орны бірге келіп тұр ғой. Соны осылай тігіп жібереміз. Міне осылай қолын тігіп алдық. Екінші жағын тағы да көрсете кетейін. Мінекей осы жерге оңына өтіріп аламыз. Мына жерге ойдықтың шығыңқы жеріне осылай қойып, былай айналдырып тігіп шығамыз. Енді бізде аяқ. Алдымен аяқтың екі веточкасын тігіп аламыз. Екі аяқтың да екі веточкасын тігіп аламыз. Сосын мына осылай ашық тұрған кезде былай жабамыз ғой. Осыны осы жерін тігіп аламыз. Мінекей аяқты осылай тігіп алдық. Енді осының астына табанын айналдырып тігеміз. Мінекей айналдырып тігіп алдық. Енді осыны оңына айналдырып бір шетке қоя тұрамыз. Мына бізде дененің астыңғы бөлігі. Осы астыңғы бөлікті біз осы жерін тігіп аламыз. Содан кейін осы бөлшекті жалғайтын боламыз. Мына жерде бірінші тігіп алайық. Мінекей астыңғы бөлік осыған мына жерді бұлай осылай айналдырып тігіп шығамыз. Мінекей аяқтымызды тігіп алдық. Мына екі тігіс бір келді. Енді екінші аяғымызды да дәл солай осылай қойып, мына жердегі тігіспен мына тігісті осылай ішкі жақтан ұстап, сосын былай аударамыз. Сонда аяқты керісінше салып қою деген жер болмайды. Осылай айналдырып тігіп шығамыз. Мінекей бізде астыңғы бөлік дайын. Енді осыған осы көйлегімізге орнататын боламыз. Дәл осылай үстінен кигізіп, мінекей артқы тігіс бар ғой, міне осы тігіспен астыңғы бөліктің артқы тігісін осылай келтіріп, мінекей айналдырып тігіп шықтық. Осындай болып астында жем болып қалады. Міне біздің үстіңгі бөлігіміз дайын, дене бөлігіміз. Енді осыған басын тігетін боламыз. Осылай. Бізде дайын тұр осылай. Мына жерде синтепокс салынған соң құлағы сүмпиіп тұр. Осы жерінен кішкене сөгітіп жіберіп, құлағына синтепокс салып, кішкене өсіріп қойсаңыздар болады. Енді бұлда жетіспей тұрған көзі, мұрны, мына жердегі бантигі.
солынан салған соң толықтай аяқталады. Мастер-класс ұнады деген ойдамын.